Баршаңызға сәлем, сіздермен Фариза асханасы. Бүгін сіздермен ауызға салса еритін ракушка печеньелерін дайындайтын боламыз. Өте дәмді және жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, осы видеоның астында подписаться деген кнопканы басып, каналға тіркеліп алыңыз. Алдымен електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқыш және қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң бөлме температурасында тұрған сармайды салып, онымен жақсылап біріктіреміз. Керекті заттардың мөлшерін осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Мінекей ұнымызды сармаймен жақсылап біріктіріп алдық. Дәл видеода көрсетілгендей массада болу керек. Енді дәл осы массамыздың үстіне 2 жұмыртқаның сарысын және қаймақты салып, жақсылап орташа жұмсақтықта қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дәл осындай жұмсақтықта болу керек. Енді осы қамырымызды мешокқа салып 15-20 минутқа демалдырып қоямыз. Енді осы аралықта ішіне салатын салмасын дайындайтын боламыз. 2 жұмыртқаның ағын жақсылап миксерлеп көпіртеміз. Дәл осылай көпіре бастағанда қантты аз-аздан қосып отырып миксерлейміз. Мінекей біздің массамыз дәл осындай қоюлықта болу керек. Креміміз дайын. Енді дәл осы массамызға орташа ұсақтап туралған грек жаңғағын қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді демалып тұрған қамырымызбен жұмыс жасайтын боламыз. Біздің қамырымыз жабысқақ болғандықтан ұнмен жұмыс жасайтын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей етіп бөліктерге бөліп аламыз. Шамамен 30-40 грамм. Одан үлкен болмауы керек, қамыры қалың болып кетеді. Енді бөліктерге бөліп алған қамырларымызды дәл видеода көрсетілгендей етіп домалақ пішінге келтіріп аламыз. Енді осы дайындап алған қамырларымызды бірден оқтаудың көмегімен видеода көрсетілгендей етіп, қатты жұқада емес, қатты қалыңда емес, орташа жұқалықта жайып шығамыз. Жайып алған қамырымыздың ішіне жаңағы дайындап қойған салмамызды саламыз. Салманы бір қасықты толтырып сала беріңіздер. Мен мұнда аздан салып қойыппын. Салмам кішкене қалып кетті. Салмамызды салып алғаннан кейін осы дәл видеода көрсетілгендей етіп, екіге бүктеп, вилканың көмегімен жақсылап жауып шығамыз, ашылып кетпеу үшін. Қалған қамырларымызды да дәл солай біріншісін түйгендей етіп, түйіп шығамыз. Енді осы түйіп алған печеньеміздің барлығын табамызға жайғастырып, 180 градус қызып тұрған пешке 10-15 минутта пісіріп аламыз. Өте тез піседі, абай болыңыздар. Енді дәл осы ыстық күйінде өз қалауларыңыз бойынша қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Осымен біздің ауызда еритін ракушка печеньелеріміз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Бір жасағаннан ойыңыздағыдай шығатынына сенімдімін. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұп-жұқа, жұп-жұмсақ, үгілмелі печенье болып шығады. Дәмін енді сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан да бір рет жасап жеп көріңіздер. Ішіндегі салмасымен өте үйлескен, өте дәмді печенье болып шығады. Сіздермен болған Фариза, сау болыңыздар.